Қазір жаз мезгілі, балалардың каникулы. Жалпы жазғы каникул балаларға не үшін беріледі? Келесі оқу жылына денсаулығын дайындау үшін, демалдыру үшін, жаз мен жаңағы түрлі көкөніс витаминдерге организмдерін байыту үшін беріледі. Иә, былайынша енді қарап отырсақ. Енді өкінішке орай, бүгінгі таңдағы біз жеп жатқан жеміс жидектегі витаминдердің деңгейі жылдан жылға төмендеп келе жатыр. Неге? Себебі жер тозып жатыр. Ол жердің құнарлығын арттыру үшін түрлі гербицидтер, пестицидтер, селитралар төгіледі. Оның барлығы сол өсімдіктің тамыры арқылы сол жеміске қосылады. Ал ол химиялық болғандықтан, ол өсімдіктің құрамындағы, мысалы сол помидордың, сол алманың, сол картошканың құрамындағы пайдалы заттар еселеп азаяды. Ол пайдасыз болып есептеледі, себебі ол химиялық қосылыстар. Сондықтан жаз мезгілінде балаларға осы 3 өнімнен тұратын программаны берген өте дұрыс болады. Неге? Себебі детский кальций, бұның құрамында 2200 миллиграмм кальций бар. Кальцийдан бөлек өсіп жатқан баланың организміне қажетті темір, 3 валентті темір, ал темір ол қызыл қан түйіршігіндегі гемоглобиннің құрамындағы гемнің құрамына кіреді. Яғни гемоглобин жоғары болса, ал эритроцит не істейді? Эритроцит ол мидың несіндегі миға оттегіні тасымалдаушы. Ми егер оттегін жақсы мөлшерде алмайтын болса, мидың жұмыс істеу қабілеті төмендейді. Ал сабақ оқу, білім игеру деген сөз, ол мидың жұмысы, дұрыс па? Сондықтан мынау детский кальцийдің құрамындағы 3 валентті темірдің неге ойбай анемия, неге темір төмен түсіп кетіпті деп темір құрамында темір бар дәрі-дәрмектер тағайындайды врачтар. Себебі мида оттегі, кислород дейді ғой, кислородная недостаточность болады. Вот мынау детский кальций соны қалпына келтіреді, алдын алады, және бұл жерде 100%, 98% сіңімділік. Яғни бұл бір пакет детский кальций ішкен кезде эритроциттің құрамындағы темір жеткілікті болады да, эритроциттер миға оттегін өте жоғары мөлшерде жеткізіп отырады. Енді темірден бөлек, жалпы кальцийден бөлек бұл жерде 30-дан аса өсіп жатқан баланың организміне қажетті микроэлементтер бар. Калий, магний, В тобының витамины, С витамины, Д витамины, фосфор. То есть оны айтып тауысу мүмкін емес, 30-дан аса өсіп жатқан организмге қажетті микроэлементтер бар. Енді кальций туралы толық видео менде YouTube каналымда бар. Жалпы кальцийдің адам тонусына әсер етеді. Яғни бала шаршамай, таңертең ұйқысы қанып тұрып, күш жігері өзінде болып, бұлшық еттері активный болатын себебі ол организмде кальцийдің жеткіліктілігінің белгісі. Цинк әсіресе ер балдарға, жалпы өсіп жатқан организмге бірден-бір қажетті өнім. Негізі, егер күнделікті мысалы қойдың бауырын свежий жеп жүрсеңіздер, қолдың жұмыртқасын балаңыз жеп жүрсе, онда цинкті бермей қойсаңыз да болады. Ал ол нәрсені күнделікті тұтынбасаңыз, онда міндетті түрде балаға цинк беру қажет. Себебі қараңыз, бұл жерде әрқайсысында, әр капсуласында 200 миллиграмм 60 капсула цинк бар. Цинк не істейді? Цинк регенерация клеткеге қатысады. Яғни бала деген ол өсіп жатқан организм. Сүйек өседі, бой өседі. Бой өскеннен кейін ол жерде бұлшық ет өсу керек, бас өседі размері, дұрыс па? Қол ұзарады, бой өседі. Осы нәрсенің барлығына цинк қатысады. Яғни бір клеткадан 2 клетка пайда болып, өсу процесі іске қосылу үшін міндетті түрде организмде цинк болуы қажет. Цинк жетіспесе, организмде 200 ферменттің түзілуі тоқтайды. Яғни бізде ішкі құрылысымызда, жалпы организмімізде күнделікті ферменттердің түзілуі болады. Сол ферменттердің 200 түрінің түзілуіне цинк міндетті түрде қатысады. Цинк жетіспеді деген сөз, организмде биохимиялық реакциялардың авариясы болады деген сөз. Яғни олар өз ретімен, өз жөнімен жүрмейді. Ол нәрсенің бәрі зат алмасуға әсер етеді да, уақыт келе бауырдың проблемасына, ұйқы безінің проблемасына, қалқанша без щитовидка дейміз ғой, щитовидканың проблемасына, бүйректің проблемасына алып келеді. Цинк, мынау надпочечник деген бар, бүйректің үстінде без, иә? Вот, сол бездің жұмысына тікелей атсалысады. Әсіресе ер балдарда, енді ер балдарда половое развитие дейді ғой, сол нәрсе ол бала күнінен басталады. Ол подростковый периодта болады деген қате пікір. Бала күнінен ер балдарда, жалпы қыз балдарда да половой функциясы қалыптасады. Міне соған цинктің атқаратын рөлі өте жоғары. Зрениені жақсартады цинк. Шаштың состояниесін, тырнақтың состояниесін бәріне қатысатын цинк. Яғни цинкті ішіп бастағаннан кейін
уже шашы жылтырай бастайды, шаш түсу тоқтайды, тырнағының сынғаны, мынау кальций екеуін ішкен кезде тырнағының сынғаны тоқтайды, тырнақ әдемі бола бастайды. Уже содан ақ баланың ішкі құрылысында да сондай оң өзгерістер болып жатқанына көзіңіз жетеді. Ол сізге сыртындағы, баланың сыртындағы, мысалы шаш сыртында, тырнақ сыртында, кожасы жақсарады, реңі кіреді. Осыдан барып осы цинк пен кальцийдің организмде жұмыс басталғанын сезесіз. Сондықтан тура сол процесстер ол ішкі құрылысында да болады. Яғни бауырдың клеткалары да солай жаңара бастайды, өсе бастайды, жақсы. Ұйқы безі де жақсара бастайды. Мынау гормональный бездің барлығы, надпочечник, қалқанша без, половой гормондар, осының бәрі өз жөнімен жетіле бастайды. Сондықтан бұл екі өнім өсіп жатқан баланың организміне қажетті бірден бір өнімдер. Мозговой кальций. Мозговой кальций туралы менде YouTube каналда толық ақпарат, толық видеолар өте көп. Неге бұл үшеуін бірге ішу керек? Себебі именно мозговой кальцийдің құрамында лецитин, таурин деген мидың жұмысына тікелей атсалысатын заттар бар. Олар баланың сабақты қабылдау, жалпы информацияны қабылдау деңгейін еселеп өсіреді. Ол лецитин мен таурин табиғатта көп кездеспейді. Сондықтан міндетті түрде не істеу керек? Бұларды қосымша жеп жатқан тамағына қосымша беру керек. Егер мысалы 3 ай каникулда детский кальцийдан 3 упаковка, цинктан 3 упаковка, мозговойдан 5 упаковканы беретін болсаңыз, ол бір курс лечение болып есептеледі. Лечение емес, бір курс баланың организмін қалпына келтіру несі. Онда сіз алдағы уақытта 9 ай баланың сабақты, жалпы информацияны жоғары дәрежеде қабылдауына атсалысасыз.